Барлықтарыңызға сәлем достар, осы видеода біз булочки дайындайтын боламыз. Бұл видеодан сіздер бөлкелердің ең жұмсақ рецептін ғана алып қоймай, оларды әдемі түзеудің тәсілін үйренесіздер. Ең алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бастапқыда жылы сүтке ашытқыны және қанттың жарты бөлігін салып, араластырып, жылы жерге қоя тұрамыз. Енді бөлек ыдыста бір жұмыртқа және екінші жұмыртқаның ақуызын, тұз, қант және ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Ал екінші жұмыртқаның сарыуызын мен бөлкелердің бетін жағуға алып қалдым. Келесі кезекте ашытқы қосылған сүттің үстіне жұмыртқалы массаны құямыз. Венчиктің көмегімен екі массаны біркелкі етіп біріктіргеннен кейін мен ұнды електен өткізіп, бөліктерге бөліп, қамыр илей бастадым. Осы кезде ұнды қамырға көп қосып жібермеген маңызды. Қолға аздап қана жабысатын жұмсақ қамыр елесеңіздер, онда бұл ұн жеткілікті дегенді білдіреді. Дайын болған қамырымызды сұйық маймен майланған ыдысқа салып, бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Жақсы көтерілген қамырды үстелге қойып, кішкене илеп алып, оны бөліктерге бөле бастаймыз. Менде салмақтары шамалас 16 бөлік шықты. Қамырдың әр бөлігін дөңгелетіп, қалғандарының бетін ас үй сүлгісімен кеуіп қалмас үшін жауып қоямыз. Ұнды керегінше сеуіп жіберіп, оқтаудың көмегімен сопақша етіп жаю керек. Енді қамырдың үстіне ерітілген немесе бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды жағып шығамыз. Кішкене ыдысқа мен корица мен қантты араластырып алдым. Енді оны жұқа біркелкі етіп сеуіп шығамын. Ары қарай видеода көрсетілгендей қамырды рулет қылып ораймын. Тоқаштардың салмасы сыртқа түсіп кетпес үшін қамырдың шеттерін осылай шымшып біріктіреміз. Рулеттің ұшынан 1-1,5 см жер тастап, осылай қақ ортасынан пышақпен кесеміз. Енді қамырдың екі бөлігін шаш өргендей етіп, бір-біріне айқастырамыз. Осы өрімді ораймыз да гүл формасына келтіреміз. Дайын болған бөлкелерді пергамент қағазына орналастырып, 20 минуттай көтерілуге уақыт береміз. Бөлкелерді әрдайым ас үй сүлгісімен жауып жүру керек. Көтерілген бөлкелердің үстін мен сарыуыз және сүтпен жағып шықтым. Бірақ бұл міндетті емес. Булочкиларды 180 градусқа дейін қызып тұрған пешке 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Кез келген бөлкелерді дайындаған кезде маңыздысы балғын ашытқыны қолданып, қамырға көп ұн қосып жібермеу. Корица қосылған тоқаштардың дәмі тіл үйіреді және көріп тұрғандарыңыздай олар өте жұмсақ. Үлпілдек булочкиларды жасап көріп, комментарийларға өз пікірлеріңіз бен сұрақтарыңызды қалдыра кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Бөлген уақыттарыңыз бен назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.